басты. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Жаңа тақырыппен таныспас бұрын бейнероликті көріп алайық. Етістік құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Бір ғана сөзден тұрған етістік дара етістік деп аталады. Астана қаласында бәйтерек бой көтерді. Бұл сөйлемде дара етістік көтерді. Қане айтыңдаршы, мына сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Оқыды, жүгіреді, ойнап отыр, жүзіп бара жатыр, күлімсіреді, барады, толтырды, айтты, секіреді. Не істеді, не істейді, не істеп отыр, не істеп бара жатыр. Қайтты, не істейді, қайтты, қайтты, қайтеді немесе не істейді. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, барды, келді, кетті. Күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, алып барды, ойнап жүр, кетіп қалды. Сөйлемнен дара және күрделі етістікті тауып үйренейік. Жаңбыр жауды, жауды, дара етістік. Жаңбыр жауып тұр, күрделі етістік. Әли достарымен доп ойнады, ойнады, дара етістік. Әли достарымен доп ойнап жүр, күрделі етістік. Айман әжесінің әңгімесін тыңдады, тыңдады, дара етістік. Айман әжесінің әңгімесін тыңдап отыр, күрделі етістік. Серік домбыра тартты, тартты, дара етістік. Серік домбыра тартып отыр, күрделі етістік. Енді ережені есте сақтаймыз. Етістіктің дара және күрделі түрі болады. Дара етістік бір сөзден тұрады. Келді, оқыды, көрді. Күрделі етістік 2-3 сөзден құралады. Келе жатыр, оқып отыр, көріп жүр. Суретпен жұмыс жасайық. Құс ұшты, дара етістік. Құс ұшып барады, күрделі етістік. Құс қонды, дара етістік. Құс қонып отыр, күрделі етістік. Суретке қарап сөйлем құрастырайық. Арман жазды, дара етістік. Айгүл тыңдап отыр, күрделі етістік. Ережені тағы да еске сақтайық. Етістіктің дара және күрделі түрі болады. Дара етістік бір сөзден тұрады. Келді, оқыды, көрді. Күрделі етістік 2-3 сөзден құралады. Келе жатыр, оқып отыр, көріп жүр. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.